Сәлеметсіздер ме ата-аналар және де оқушылар? Егер балаңызды Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындап жатсаңыз, немесе дайындайын деп жатсаңыз, онда сізге нишқа түсудің нақты 5 қадаммен бөлісетін боламын. Осы 5 қадам арқылы әрекет жасайтын болсаңыз, онда балаңызды ниш оқушы атандыра аласыз. Яғни бірінші қадам энзем дегеніміз не? Яғни энзем туралы сіздерге ақпаратпен бөлісетін боламын. Ал екінші қадамда құжаттарды уақытында тапсыру қажет. Ал үшінші қадамда жалпы энзем байқауы туралы, яғни қандай пәндерден тест тапсырады, ол пәндердің жалпы қандай жүйесі қандай. Төртінші қадамда практикалық жұмыстар, ал бесінші қадамда психологиялық тұрғыдан дайындық. Қазір осы әр қадамды жеке-жеке түсіндіріп беретін боламын. Осы қадам арқылы әрекет жасасаңыз, балаңыз ниш оқушы атана алады. Ендеше бірінші қадам, жалпы энзем туралы ақпаратпен бөлісемін. Ол жақта түскен оқушылар қандай болады, және де қандай мүмкіндікке ие бола алады. Біріншіден, энзем дегеніміз ол кереметтей орта. Қазір білесіздер, Қазақстанда 22-ге жуық Назарбаев зияткерлік мектебі бар. Ол мектептердің барлығында да заманауи үлгідегі білім. Және сонымен қатар ол жерде үздік мұғалімдер жұмыс жасайды. Ол жаққа түскен оқушылар білім алуы толық тегін болады. Сіз балаңызға осындай нишқа түсіру арқылы балаңызға кереметтей орта қалыптастырып бере аласыздар. Білесіздер ғой, Назарбаев зияткерлік мектепке жалпы әр мектептердің үздік оқушылар ғана түсе алады. Сонымен қатар әр қаланың да үздік оқушылар түсе алады. Балаңызды үздіктердің қатарына қосу арқылы балаңызды үздік қылып шығара аласыздар. Айтады ғой, егер жаныңда 5 официант болса, онда 6-сы сен боласың дейді. Егер жаныңда 5 үздік болса, онда 6-сы сен боласың дейді. Міне балаңызды осындай үздіктердің қатарына қосып, кереметтей орта сыйлау үшін Назарбаев зияткерлік мектепке түсіру қажет. Екіншіден, жалпы энземге түскен оқушылар қандай болады? Біріншіден, президенттің мектепте білім алады. Екінші, ол жаққа түскен оқушылар ұлттық бірыңғай тест, яғни ұбт тапсырмайды. Үшіншіден, 3 тілді жетіп меңгеріп шығады. Яғни 3 тілді жетіп меңгеріп шыққан оқушылар, яғни шетел университеттеріне грант алу мүмкіндігі өте жоғары. Қазір Қазақстандағы 70-80% шетелге түскен оқушылар қарайтын болсақ, ништі бітірген оқушылардың 70-80%, яғни шетел университеттеріне білім алып жатыр. Канада, Америка, Англия сынды университеттерге түсіп, жоғары деңгейде білімдерін ары қарап жалғастырып жатыр. Және сонымен қатар Назарбаев зияткерлік мектепті аяқтаған оқушылар Қазақстандағы ең мықты университеттерде грант жегері атанылады. Және ол жақта университетте бірден екінші курстан білімін ары қарап жалғастыратын болады. Яғни бірінші қадамда ништа осындай мүмкіндіктерге ие болады. Ал енді осындай Назарбаев зияткерлік мектепке қай сыныпта және де емтиханды қай уақытта тапсырады деген ақпаратпен бөлісетін боламыз. Енді қарайтын болсаңыздар, яғни 6-шы сыныпта оқушылар құжат тапсырады, яғни 6-шы сыныпта сонымен қатар емтиханды тапсырады. Сол емтиханнан өткен оқушылар 7-ші сыныптың қыркүйек айынан бастап, яғни білім алуын жалғастыратын болады. Енді екінші қадам, бұл құжаттарды толық уақытында өткізу қажет. Енді құжаттар және емтиханның тапсыру уақыты былай. Егер 6-шы сыныпта балаңыз оқитын болса, 6-шы сыныптың 1-ші желтоқсан мен 10-шы қаңтар аралығында құжаттарды қабылдау басталады. Тек қана осы 1-ші желтоқсан мен 10-шы қаңтар аралығында ғана құжаттарды тапсыра аласыз. Құжаттарды тапсырып болғаннан кейін, сол 6-шы сыныптың, яғни март-наурыз айында 2-3 күндері, яғни 2 күнде ниш емтиханы болады. Енді осы қандай құжаттарды тапсыру қажет? Көптеген ата-аналар осы жерден ақпаратты білмей жатады. Ең біріншіден, сіз сауалнама, яғни өтініш толтырасыз. Бұл сауалнаманы сол Назарбаев зияткерлік мектепке барып, сол жақтан сауалнаманы алып, сол жақтан толтыратын боласыз. Яғни балаңызды бір күн мектептен сұрап аласыз, бар сауалнаманы толтырасыз. Сонымен қатар мынадай құжаттар қажет, яғни 5-ші сыныпты оқыған деген тәбелінің көшірмесі. Ол көшірме не үшін қажет? Шынымен де 5-ші сыныпты бітірді деген растау үшін қажет. Сол үшін 5-ші сыныптың табелінің көшірмесін өткізесіз, және оқушының жаңағыдай туу туралы куәлік көшірмесін, ЖСН көшірмесін өткізесіз. Сонымен қатар өзіңіздің, яғни ата-анасының куәлік көшірмесін өткізесіз. Сонымен қатар ең соңғы құжат ол
3/4 суреттің электронный вариантын, яғни дискке басып өткізетін боласыз. Мінекей осы құжаттарды тапсыру арқылы сіз емтиханға жолдама алатын боласыз. Үшінші қадам емтихан пәндерін және жүйесін білу. Емтиханда 6 пәннен тест тапсырады: математика, сандық сипаттама, ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі және жаратылыстану. Осы 6 пәннен максимальный балл бұл 1500 балл. Енді бірінші этапта математика, логикадан 100 сұрақ беріледі. Оның 40 сұрағы математика, 60 сұрағы логикадан. Екеуіне жалпы 120 минут уақыт беріледі екен. Жаратылыстанудан 20 сұрақ беріледі, оған 30 минут беріледі. Бірінші этапта осы 3 пәннен тест тапсырады, ал екінші этапта ол тілдерден тест тапсыратын болады. Ол бізде қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілден. Әр тілде 40-40 минуттан 20 сұрақтан болады екен. Енді осы 2 этаптың қорытындысы бойынша проходной балдан асқан оқушылар ғана ниш оқушы атана алады. Енді осы ништа емтиханда қандай сұрақтар келеді деген сұрақ. Біріншіден, математика, логика, яғни сандық сипаттамадан ол мектеп программасындағы тақырыптардың В және С деңгейіндегі есептері келеді, ал қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілден ол мәтінмен жұмыс жасайды. Ешқандай грамматика деген нәрсе болмайды. Тек қана үлкен объемный мәтіндер беріледі. Сол мәтіннің ішінен сұрақ қойылады. Оның жауабын егер оқушының логикалық ойлау қабілеті жақсы болатын болса, сол мәтіндегі сұрақтарды түсіну арқылы, логикаға салу арқылы жаңағыдай сұрақтардың мәтіндегі сұрақтарға жауап беретін болады. Енді өзім математикадан жалпы сандық сипаттамадан Назарбаев Жастар мектепке дайындап жатқаныма 4 жылдан астам уақыт болды. Қазір сіздерге, яғни математикадан сандық сипаттамадан 1-2 ниш емтиханына келген ниш тесттерімен бөлісіп кетейін. Біріншіден қараңыздар, математикада дәл осындай тесттер, яғни емтиханда есептер келетін болады. Ол әртүрлі тақырыпта қамтиды. Мысалға, бірінші есепте, яғни проценттік есептер қамтыған, екінші есепте жалпы санның бөлігіне байланысты есептерді, үшінші есепте қатынасқа байланысты. Осы 5-6 класстағы мектеп программасындағы барлық тақырыптардың есептері қамтылады. Сол тақырыптардың ішінен 40 есебі ғана математикадан, ал 60 есебі логикадан келетін болады. Мысалы ғана бірінші есепті талдап көретін болсақ, қараңыздар, бізде кәсіпорынға 400 жаңа компьютер алып келінді. Бірінші күні олардың 15%-ын, екінші күні 12%-ын орнатты. Неше компьютер орнатылмай қалды дейді. Қарасаңыздар, бізде жалпы 400 компьютер еді. Мына жақта қазір светін ауыстырып алайын. Қараңыздар, 400 компьютердің бірінші күні бізде 15%-ын орнатты. 400-дің 15%-ын табу үшін 400-ді 15%-ке көбейтеміз, 100%-ке бөледі екенбіз. Мұнда процент пен процент қысқарады, мұнда 400 пен 100 қысқарады, мұнда 4-ді 15-ке көбейтеміз, сонда 60 компьютер шығады екен. Яғни бірінші күні 60 компьютер орнатты. Ал екінші күні осы 400 компьютердің 12%-ын орнатты. 400-дің 12%-ын табу үшін 400-ді 12%-ке көбейтеміз, яғни 100%-ке бөледі екенбіз. Процент пен процент қысқарады, 400 пен 100 қысқарады 4, 4-ді 12-ке көбейтетін болса, бізде 48 шығады екен. Яғни екінші күні 48 компьютер орнатты. Енді бізге сұрақ қойған, неше компьютер орнатылмай қалды дейді. Оны табу үшін 2 күнде орнатқан компьютерлерді қосамыз. 60-ға қосамыз 48, бұл бізде 108 болады. Яғни 400 компьютерден осы 108 компьютерді азайтамыз. Сонда орнатылмаған компьютерлердің саны бізде 292 болады екен. Бұл бізде мұнда С вариантында. Мінекей математикадан осы секілді есептер келетін болады. Ол әртүрлі есептердің, яғни шығарудың тәсілдері бар. Оны, яғни курсқа қатысқан оқушыларға міндетті түрде үйрететін боламыз. Ол бізде математикадан, ал енді сандық сипаттамадан міндетті түрде оқушыларға түсіндірме жұмысын жасау қажет. Қараңыздар, сандық сипаттамадан осы секілді тесттер, есептер келетін болады. Ол бізде былай шешіледі екен. Мұнда бізде 2 баған берілген. Бірінші А бағаны, екінші В бағаны. Енді сіздер осы
екі бағандағы есепті де шешесіздер. Мысалы анау үшінші есепті қарастырып көрейік. Мысалы бізге мұнда 100x азайтылған 200 тең болады 300. Осы теңдерді қарастыратын болса 100x тең болады 300. Мына минус 200 келсетке плюс 200 бөліп өтеді. 100x дегеніміз тең болады 300-ге 200-ді қоссақ 500 болады. X табу үшін енді көбейтіліп тұрған 100-ді келесі бетке бөліп өткіземіз. Сонда x-іміз бізге 5-ке тең болады екен. Міне а бағандағы есепті шештік. Бізді мына үшінші есепті біздің x-іміз а бағанында 5-ке тең болды. Енді осы үшінші есептің енді v бағанын шешіп қарастырып көреміз. 10x қосылған 200 тең болады 30. 10x тең болады 30. Мұндағы қосылып тұрған 200-іміз келесі 200 деген сан келесетке азайту өтеді. Енді 10x тең болады 30-дан 200 азайтатын болсақ, яғни нишқа дайындалып жатқан оқушылар міндетті түрде бұл нәрсені білу қажет, яғни минус 170 шығады екен. Енді x тең болады минус 170-ді 10-ға бөлетін болсақ, минус 17. Яғни v бағанында біздің x-іміз минус 17-ге тең болады екен. Енді екі бағанды салыстырамыз. Қай баған үлкен екен? Бізде қазір x, яғни а бағаны 5-ке тең болды, а v бағаны минус 17-ге. Біздің 5 деген санымыз минус 17-ден үлкен. Сол себепті үшінші есептің жауабы а баған болады екен. Мұнда бізде астында бланкі болады, сол жерден а баған белгілейді. А егер в баған үлкен болса, в баған белгілейді. Қай уақытта с баған белгілейді? Егер екі бағандағы да есептердің жауабы бірдей болатын болса, мысалы екі бағанда да 5 деген сан шығып қалатын болса, екі баған теңесіп қалатын болса, онда бізде с баған белгілейді екен. Ал бізде д бағаны, егер есептің шарты дұрыс құрылмаса, немесе есептің жауабы екі жақта да қате болып жататын болса, онда д бағаны белгілейді. Мысалға қазір төртінші есепті қарастырып көрейік. Бізде модульдің ішінде x берілген, x-іміз тең болады 9-ға. X нормына қандай санды қойған кезде 9 деген санға тең болады екен. Яғни бізде x-іміз бірінші түбірі 9 болады, а екінші түбірі минус 9 болады екен. Яғни нишқа дайындалып жатқан оқушылар міндетті түрде бұл тақырыптар өтілетін болады. Ал бізде в бағаны уже жауап шыққан, в бағаны 4 деген санға тең. Енді екі бағаны салыстырамыз. Қарасаңыздар, біріншісінде 9 деген санымыз 4-тен үлкен. Ал екіншісінде минус 9 деген санымыз 4 деген саннан кіші. Біресе үлкен, біресе кіші болып тұратын болса, немесе біресе үлкен, біресе тең болып тұратын болса, ондай жағдайда бізде д деген бағанды, яғни д вариантын белгілейді екенбіз. Мінекей, ниш емтиханында санды сипаттамадан осындай есептер келеді. Бұндай есептерді шығарудың арнайы әдіс тәсілдері бар. Тек қана есептерді шығарып қана қоймай, сонымен қатар уақытпен дұрыс жұмыс жасай алу қажет. Енді бұл үшінші қадамда жалпы ниш емтиханында қандай сұрақтар келеді, қандай пәндерден тест тапсырады, соны әр пәнге қандай уақыттар кететінін толық бөлістім сіздермен. Ендеше төртінші қадам ол бізде практикалық жұмыс деп аталады. Яғни төртінші қадамда міндетті түрде нишқа дайындалып жатқан оқушылар өте көп практикалық жұмыс жасау қажет. Практикалық жұмыс ол тесттермен жұмыс жасау қажет. Яғни математикадан, сан сипаттамадан, ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі, жаратылыстану деген пәндерден ниш емтиханына жақындаған 1,5-2 ай қалған уақытта тек қана тесттермен дұрыс жұмыс жасайтын болса, ниш емтиханында еш қиналмастан өзінің ойлағанын балды жинай алады. Ол үшін практикалық жұмысты өте көп жүргізу қажет. Енді алдын ала бізде жаңағыдай проходной тесттер болады. Білесіздер, назарбаев зияткерлік мектепке тест тапсырып болғаннан, құжат тапсырып болғаннан кейін 1,5-2 ай қалған кезде арнайы проходной тесттер болады. Сол кезде ол тесттер, яғни оқушыларды алдын ала емтиханды адаптация қылып үйретіп, сол жерге бейімделу мақсатында. Сол кезде балаңызды жалпы арнайы ниш орталығына барып, ниш мектебіне барып, арнайы 1-2 проходной тесттерді тапсырғызып, еш қиналмастан сол жерге үйрету мақсатында жұмыс жасау қажет. Осына практикалық жұмыстарды көп жасаған оқушылар ништа емтихан кезінде еш қобалжымастан өзінің ойындағы кереметтей балды жинап алып жатады. Арнайы біздің курста математика саны сипаттама деген пән оқытылады. Міндетті түрде 1,5-2 ай қалған кезде тек қана математиканы сан сипаттамадан арнайы тесттермен ғана ниш емтиханда келіп қалатын есептермен ғана жұмыс жасайтын боламыз. Келесі 5-ші қадам ол психологиялық тұрғыдан дайын болу. Көптеген оқушылар жалпы курста да оқиды,
немесе өзі жеке дайындалады. Математиканың тіпті қабілеті өте керемет болады. Бірақ именно тестке барған кезде сол жерде қобалжып, жаңа математикада бояйтын варианттарды сан сипаттамаға, ал сан сипаттамасын математикаға бояп, жаңа қобалжу арқылы көп ауытқулар болып жатады. Сол үшін алдын ала ниш емтиханы жақындаған уақытта, жалпы бір ай алдын немесе бір-екі апта алдын оқушыларға психологиялық тұрғыдан дұрыс түсіндірме жұмыстары жасалу қажет. Егер сіз жаңа курстарға балаңызды беретіннен алдын осы жағдайды ескергеніңіз абзал. Сонымен бүгін біз жалпы 5 нақты қадамды талқыладық. Жалпы энзем дегеніміз не, құжаттарды уақытында тапсыру, энзем байқау, яғни тестте қандай пәндер келетінін, сонымен практикалық жұмыс және психологиялық тұрғыдан дайындық. Мінекей осы 5 қадам арқылы дұрыс жұмыс жасайтын болсаңыз, балаңызды ниш оқушы атандыра аласыз. Сіздерге және де қосымша ақпарат айта кетейін. Кез келген курста таңдау кезінде мынадай критерийлерге қарағаныңыз абзал. Біріншіден, ол жерде қандай мұғалім жұмыс жасайды? Ол мұғалімнің результаты қандай? Яғни ол мұғалім шынымен нишқа дайындап жатыр ма? Нишқа дайындай алатын қабілеті бар ма? Ништа дайындап жатқан оқушыларға дұрыс ақпаратты бере алады ма? Осы уақытқа дейін нишқа оқушылар түсірді ме? Сол мұғалімнің результаттарына қарағаныңыз абзал. Егер ол жаңағыдай курсқа таңдау кезінде егер математикасы сан сипаттамадан өте керемет ұстаз беретін болса, онда сіздің балаңыздың нишқа түсу мүмкіндігі өте жоғары болады деген сөз. Енді көптеген ата-аналар, оқушылар жалпы Назарбаев зияткерлік мектепке оқушыларды дайындап жатқандықтан көбінесе ата-аналарға өзім туралы ақпаратты бере кетпейтін едім. Енді осы видеоның соңында өзім туралы кішігірім ақпарат бере кетейін. Жалпы 2014-2018 жылы математика мамандығы бойынша бакалаврды Тараз мемлекеттік педагогика университетінде аяқтадым. Ал 2016-17 жылдарда осы математика мамандығы, математика пәнін дамыту мақсатына, жетілдіру мақсатында Польша мемлекетіне тест тапсырған болатынмын. Сол жақта 1 жыл оқып, яғни Лодз университетінде 1 жыл академия мобильностьпен оқып келдім. Сол 2018 жыл оқу аяқтағаннан кейін осы Шымкент қаласына Мұхтар Әуезов университетіне математика мамандығына магистратураға тест тапсырып грант иегері атандым. Сол оқу орнын 2023 жылы аяқтадым. Осы магистратура оқып жүрген кезде менде 2018 жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 65 мектеп гимназиясына математика пәні мұғалім ретінде қосымша жұмыс жасадым. Яғни обедке дейін оқитын болсам, обедтен кейін мұғалімдік қызмет, яғни практикалық жұмыстарды өзімді жетілдіру мақсатында практикалық жалпы жұмыстар жасадым. Ал 2020-2021 жылы жалпы магистратура аяқтағаннан кейін Логан курсында осы нишқа, КТЛ-ға оқушыларды 1 жыл дайындадық. 2021 жылы осы оқушыларды өзім жеке нишқа түсіру мақсатында өзімнің жеке авторлық курсымды аштым. Ол курсым онлайн және офлайн форматта да жұмыс жасайды. Тек қана математика, сандық сипаттама пәндерінен ғана дайындап жатырмыз қазіргі таңда. Алла бұйыртса, 2024 жыл оқу жылында барлық пәнді қосамыз деген ниеттемін. Ал оған дейін жалпы тесттің 40-50% математика, яғни сандық сипаттамадан 40-50% осы екі пәнге тәуелді болғандықтан, оқушыларды осы екі пәннен жақсы дайындап үлкен результат көрсету үшін қазір офлайн, онлайн форматта да оқушылар дайындап жатырмыз. Біздің Анжұр деген оқушымыз, ол былтыр бізде Назарбаев зияткерлік мектепке түскен оқушы. Енді бұл оқушының кішігірім историясымен бөлісе кетейін. Бұл бізде көптеген курстарда оқыған оқушы. 5-ші сыныпта математикадан үлгерімі өте төмен болған. Яғни 6-ші сыныпта бізде тест тапсырып, тесттің 30%, яғни 20-30% результат көрсетті математика мен сандық сипаттамадан, яғни логикадан. Сосын жаңағыдай анасы арқылы, әжесі арқылы, яғни келісім жасалып, 6-ші сыныптан бастап, бұл алдын ала 6-ші сынып кезде бірнеше курсқа барған еді. Сосын маған келді де 6-ші сыныптан бастап біздің Ақыл Нұр курсында білім ала бастады.
Бұның 5-ші сыныптағы мектептегі математикадан көрсеткіші 4 деген баға болатын. Яғни 6-ші сыныпта бұған 5-ші сыныптың программасын толық қайталап шықтық. Яғни декабрь айына дейін біз математиканың 5-ші 6-ші сыныптар толық мектеп программасын өтіп шықтық. Ал январь-февраль айында бізде тек қана неше емтиханмен жұмыс жасалды. Осылай бұл оқушыны бізде 5 күн бойы тоқтаусыз онлайнда, офлайнда форматта дайындадық. Сөйтіп 1186 балмен 42-ші орында Шымкент қаласындағы химия, биология мектебіне Назарбаев зияткерлік мектептің жалпы түлегі атанды. Қазір осы мектепте білімін арқарап жалғастырып, қазір 3 тілді де жетіп меңгерген ең қабілетті оқушы атанды. Дәл осы секілді балаңыз Назарбаев зияткерлік мектепке түскен қалайтын болсаңыз, онда сіздерді онлайн және офлайн форматта болатын жалпы ниш оқушы атанатты математика және сан сипаттама курсына шақырамын. Біздің курсымыз екі форматта да болады. Офлайн форматта тек қана Шымкент қаласының оқушылары ғана қатыса алады. Онлайн форматта Қазақстанның кез келген қаласынан қатыссаңыз болады. Тек қана сабағымыз, онлайн форматтағы сабағымыз тек қана тікелей эфирде Zoom платформасы мен YouTube жалпы платформасында болады. Яғни Zoom-ға YouTube каналын жалғау арқылы екі платформада қатыссаңыз болады. Білесіздер, көптеген жалпы анандай видео сабақтарды, нишқа дайындайтын видео сабақтарды сататын жаңағыдай орталықтардың көбісі дайын видеоларды дайындап қойған. Ол жерде дайын видеоларды пайдаланған оқушылар кейбір есептерді, кейбір тақырыптарды мүлдем түсінбей жатады. Сөйтіп жаңағыдай тақырыптарды сұраған кезде ол кураторлар дұрыс ақпараттарды жеткізе алмай жатады. Ал бұл онлайн форматтағы тікелей эфирдің пайдасы, тікелей эфирге қатысып жатқан оқушы түсінбей қалған тақырыптарды, түсінбей қалған есептердің кез келген жерін, кез келген моментін тесттен болса да, есептен болса да қайталап сұрап түсініп алып жатады. Ал егерде тікелей эфирге қатыса алмай қалатын вариант болатын болса, онда біздің тікелей эфиріміз YouTube каналда сақталатын болады. Кез келген уақытта YouTube каналдан видеоны ашып, өткен тақырыпты көре алады. Ал офлайн форматта бізде мүлдем вообще проблема болмайды. Математикадан 40 сұрақтың жаңа Арнұр деген оқушымыз бізде 33-ін жинаған еді. Математиканың білім деңгейі өте төмен болатын бастапқыда. Ал логикадан, сан сипаттамадан 60 сұрақтың 52-сін жинаған еді. Осындай үлкен результат көрсеткен біздегі оқушыларымыз өте көп. Балаңызды нишқа түсіргіңіз келетін болса, біріншіден математикадан, сандық сипаттамадан курста сабақ беретін мұғалім результатына қарағаныңыз абзал. Ендеше, егерде тегін сабақтарды көргіңіз келетін болса, жалпы ниш туралы болашақта ақпараттарды білгіңіз келетін болса, мұндағы біздегі YouTube каналға, сонымен қатар Instagram аккаунтқа жазылып қойсаңыз болады.